Армысың қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде бар болғаны 1 минут, кеттік. Қызылорда облысында көлден ыққан мұз жағадағы бірнеше нысанды қиратты. Ақпарат экспресс-ка сайтында шықты. Бұл Қызылорда облысындағы Қамыстыбас көлі, аймақтағы ең үлкені осы. Ери бастаған мұз 50 метр аумаққа дейін басып қалған. Жағаны басқан сеңнің биіктігі 1,5 метр. Көлдің жағасында салынған 6 демалыс орнына зақым келген. Тоқ бағаналар қисайып қалған. Барлығына кінәлі ел бойынша қатты соққан жел. Өздеріңізде көрген шығарсыздар. Алматыда ағаштар құлап шатырлар ұшса, солтүстік аймақтарда жол көлік оқиғалары көп тіркелді. Көлдің жағасында жалпы 23 құрылыс нысаны бар. Егер құрылыс нысандары заңды салынған болса, мемлекет шығынды өтеуді қарастырады. Яе, тек заңды нысандарды. Бұны төтенше жағдайлар департаменті өкілдері айтуда. Әзірге шығын көлемі белгісіз. Қазір барлығы мұздың еруін күтіп отыр. Күн жылыса екен деп.